Достар, сіздермен аниме өмір, және бүгін мен сіздерге Учиха Обитоның өмірі жайлы айтамын. Кеттік. Учиха Обито Канохада дүниеге келді. Ол ата-анасынан ерте айырылып, әжесімен бірге өсті. Бүлдіршін кезінен бастап Обито Хокаге атанғысы келді. Оның Шинобилер академиясына түсуінің себебі де осы еді. Академияда Обито Хатаке Какашиды бірден ұнатпады. Себебі Какаши жастайынан өте зерек әрі талантты еді. Керісінше, Обито Нохара Рин есімді қызбен тез тіл табысып, артынан Ринге деген ессіз ғашықтық сезіміне бөленді. Академияны аяқтаған соң, Обито Какаши және Ринмен бірге Намикадзе Минатоның командасына түсті. Обито Ринді қатты сүйсе де, Какашиды онша жақтырмады. Чунин тестінде Обито Майто Гайдан жеңіліс тапты. Бірақ келесі Чунин тестінде Обито Чунин атағына қол жеткізді. Үшінші әлемдік шинобилер соғысында Минато командасы миссияға аттанды, және сол миссияда Минато өз командасын тастап басқа фронтқа кетті. Сол уақытта Ринді жау тұтқынға алып, оны құтқаруға барған Обито мен Какаши оны құтқарады. Дегенмен, сол миссияда Какаши бір көзінен айырылып, Обитоның жарты денесін үлкен ауыр тас басып қалды. Тірі шыға алмасын түсінген Обито Какашиға бір көзін сыйлап, өзін сол жерде тастап кетуін өтінді. Обитоның есімі соғыста қаза тапқан шинобилерге арналған ескерткіш мемориалға жазылды. Бірақ Обитоның өлімнен Учиха Мадараның Широзетсуы құтқарып қалды. Мадара Обитоның ендігі күйде жарамсыз дене бөліктерін кесіп тастап, Хаширама Сенжу клеткаларынан алынған материалмен алмастырды. Обито алғашында Мадарадан қорқып, одан бірден кеткісі келді. Бірақ Обито айығып келе жатқанда Мадара оны өз жоспарымен таныстырды. Өз денесін дұрыс басқарып үйренген соң, Обито Канохаға оралғысы келді. Дегенмен сол сәтте Какаши мен Ринге көмек керек екенін естіп, сол жерге асықты. Сол межелі жерге жеткенде Обито Какаши Ринді Чидоримен ұрып, оның ішек қарнын ақтарып, өлтіріп жібергенін көрді. Сол кезде Обито мен Какаши бірдей Мангекю Шаринганды оятты. Обито жауларды өзі жалғыз өлтіріп, Риннің денесін қаусыра құшақтап біраз жылады. Мадараға қайта оралған Обито оның жоспарымен түбегейлі танысып, оны жүзеге асыратынын айтады. Келесі жылдары Мадара Обитоға бар білгенін үйретіп, өзі өлейін деп жатқанда бар мұрасын Обитоға тапсырды. Учиха Мадара есімін алған Обито мәңгілік Цукиоми жоспарын іске асыруға кірісті. Амэгакуре елінде Акацуки ұйымы өз елінде бейбітшілік орнатып, оны бүкіл әлемге жайылтпақ ойы бар еді. Сол ұйымдағы Нагато есімді жігітте Мадараның Ринненганы бар еді. Обито Нагатоны өз жағына қаратуға тырысты. Дегенмен, ұйым басшысы Яхико оның ұсыныстарынан үзілді-кесілді бас тартты. Алайда, Яхико өлген соң, Нагато екеуі бірлесе отырып, Акацуки ұйымын басқа бағытта дамытты. Нагато ұйымды басқарып, онда мықты шинобилерді жинаса, Обито барлық процесстерді қадағалап отырды. Сол уақытта Обито Тұман ауылының Кагесін өз бақылауында ұстап, Риннің Какашидің Чидориіне әдейі соғылғанын түсінді, және сол уақытта Обито Акацуки құрамына Кисамені қосты. Артынан Обито Кьюбиді өз бақылауына алып, Каноханы қиратуға тырысты. Бірақ 4-ші Хокаге өз өмірін құрбан ете отырып, Кьюбині өз ұлы Нарутоның денесіне мөрлеп, Обитоны оңбай таяқ жегізіп, ауыл сыртына қуды. Дегенмен, шабуыл жасады деген күдік Учиха кланына түсті. Сол айыпты көтеруден бас тартқан Учиха кланы Канохада көтеріліс жасап, оны тізеден қанға бөктіруді жоспарлады. Сол кезде өз әулетін қойдай құруды мақсат еткен Учиха Итачи Обитомен келісіп, Обито Учиха әулетін оптимизациялауға кірісті. Сол кезде ол өзіне 3-4 шаринган алды, және Итачиді Акацукине алып, Акацукиде Хоби деген лақап атпен жұмыс жасауға кірісті.
Кейінірек Обито үш құйрықты Биджуны ұстауға Дейдарамен бірге барды. Және Дейдара Саскемен төбелескен кезде Обито Тоби кейпінде төбелесті бақылап отырды. Артынан Амигакуре де Обито, Пейн және Конанға жолықты. Сол кезде ол өзін Учиха Мадара ретінде көрсетті. Ал Саски мен Итачи шайқасқа түскен кезде Обито канохалықтардың жолын бөгеп қалған болатын. Кейінірек Обито Саскемен кездесіп, Итачи жайлы шындықты оған айтып берді. Ал Пейн тоғыз құйрықтыны ұстауға баратын кезде Саске өз тобымен бірге Акацукиге қосылды. Саскені Акацукиге қосқан Обито еді. 5Каге жиналыс өткізген сәтте Обито Шинобилер альянсына соғыс жариялады. Және сол кезде ол Саскені 2 рет өлімнен құтқарып қалды. Және одан бөлек Данзоның 2 оққа қарын жеңді. Содан соң Обито Кабутомен кездесіп, екеуі енді бірлесіп соғысу жайлы шешімге келді. Артынан Обито Амигакуреге қайта келіп, ол жерде Конанды өлтіріп, Нагатодан Мадараның көздерін алды. 4-ші әлемдік шинобилер соғысында Обито 6 джинчурикиді және биджуларды қолдану арқылы соғысуға кірісті. Одан бөлек ол бір риннеганды да өзіне салып алған еді. Обито, Наруто, Киллер Би, Майтогай және Какашимен болған ұзақ төбелестен соң Джубины шақыртады. Джубимен соғысуға бүкіл альянс шинобилері кіріседі. Артынан өте қиын және түсініксіз ұзақ жағдайлар орын алды. Обито Джубиның джинчурикиіне айналды. Сосын Джубиден айырылып қалды. Риннеганнан да айырылды. Ол қайтадан өзінің 2 көзіне ие болды. Какаши мен Камуидің әлемінде шайқасты және өзінің қателескенін түсініп, енді Наруто мен Саскеге көмек көрсете бастады. Бір кезде Какаши оның 2 көзін алып, Сусаны қолданды. Ол Кагуя мен Мадараға қарсы шайқасты және ақыр соңында ол өз істері үшін кешірім ретінде өз өмірін құрбан етті. Және өмірінің соңында ол өз кінәларын жуып шаюға тырысты. Ал енді видеоны аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған аниме өмір. Видеоны соңына дейін көрген адамдарға көп рахмет. Сау болыңыздар.